еркек адам, сенің болашақ жарың, азаматың, сен үшін өмір сүрмейді, сразу айтып қояйын. Ол сенен де маңызды, өте ұлы бір мұрат үшін өмір сүреді. Егер сен, міне, алысқа бармай-ақ, шықпаймыз осы жерден. Екеуміздің арамыздағы мысалды ала берейік, сол жетеп түсіндіруге. Егер сен жігітіңе, болашақ ер азаматыңа, мені ғана сүйесің, менен басқаны сүймейсің деп ананы қыса бастасаң, сенің де ерің сынып 35-тен кейін. Ол да жүнжіп, ішіп, сосын жас 40-қа тақағанда нағыз махаббатымды енді жолықтырдым деп, сенің жасың 40-қа тақағанда ол 25 жасар әйелге секіріп кетсе, мен вообще таңғалмаймын. Не үшін? Себебі болмыс бойынша, онтология бойынша, ер адамдың психологиясы бойынша жаратылған кезінде, қисса бойынша, яғни дін бойынша, классика бойынша алып келсең де, ер адам бұрын жаратылаттағыны Алла тағаланың алдында бірінші үлкен міндетті сол арқалап тұрған жерде. Жүрек көзін ашу, жерге келгеннен кейін Құдайға деген махаббатын жоғалтпай, әйелін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, аман-есен алып кету деген. Енді бұны логотерапия не деп айтады? Men live for something. Women live for somebody дейді. Яғни ер азамат бір ұлы мұрат үшін өмір сүреді. Ал арай ұлы мұрат арқалаған ақжүрек азамат үшін өмір сүреді. Ертең сенің де азаматың егер үлкен мақсат мұратты арқалап алып тау көтерген толағай сияқты надандықпен шайқасып ататын біреу болса, сен оны жасы 100-ге келсе де жақсы көріп тұра бересің. Сенің араң суымайды. Ал егер жас кезіңде сол бетіңнің ажарын пайдаланып алып, мені ғана үйге қайт, жолдастарыңа көмектеспе, маған дей беретін болсаң, онда ана жаңағы трансценденция жасайтын, сырттағы бір игілікті іске, Алла тағаланың оның тысына жасырып қойған, ғайыпта тұрған мәнді игеруіне мүмкіндік бермей жолын жаба беретін болсаң, онда ол закрытая система дейді, тұйық система, өзінің ішіне тұншырақтағыны дефицит смысла дейді. Яғни мәннің дефициті басталаттағыны ол кислород жетпей, ковидтің кезінде көрмейсің, пневмониямен ауырғандар оттегі жетпей, қырылдап, сырылдап өліп қала ма? Дәл сол сияқты 40-қа келген жігітің мынау мәнді мағыналының, мәннің сәулесінің жетіспеуіне демаламай кәдімгідей өліп қалады. Сондықтан осы бастан жаңағы WhatsApp-ыңа жылтыңдап, жаңағы әртүрлі жаңағыдай I love you деген сияқты стикер жіберіп жүрген жігіттерге айтасың. Айналайын, жаңағыдай ер азамат